балалар, бүгінгі күн жазып аламыз, олай болатын болса. Мынаны қайсысын жазыңдар, өшіріңдер тез. Так, класстағылар мына мектептің алдындағы китайский зат сататын ападан ештеңе алмаңдар. Ана класстағы Нарынбай Айдана отравлено болып қапты кеше. Сөйтіп дышағай тұрады да басты. Дадаң! Мына класста не шығып тұр? Мына трәкпіні сулағаннан кейін кептіріп қойсаңдар ше, айналайындар-ау. Мә, старосты, жуып келіп бар. Камна сыпытудан мұғалімдер келеді, колледж таныстыруға. Ділдәбаев, Шәріпқалиев, осыдан бір звуктарың шықсын, құртам сол сыпытуға 9-дан кейін сендерді. Руслан, тіксе ана ауыңды. 5 күн болды ғой салбыратып жүргеніңе. Жібін айтып атырмын. Ете кешіп қалмаңдар, директор келеді, сол үшін. Апай, темекі бар ма? Жоқ. Сендер пиздец. Ертең сағат 4-те ата-аналар жиналысы, бадырайып күнделіктеріңе жазып берейін бе, кішкентай бала ұқсап, әлде өздерің айтасыңдар ма әке-шешелеріңе? Айдынұлы, тұр орнынан. На апайларың айтып жатыр, түстен кейін факультативке келмей жүр дейді. Не, бәрін біліп қойдың ба, әлде Эйнштейнсің ба? Ана Нағашыбай пен Мырқиевқа ересінде жүресің, айналайын, жынды ұқсап. Ей, сен оқысаң оқитын боласың, анау Айданадан да мықты ғой сенің миың. Емес екіме шаршаттыңдар сендер бар ғой. Кәм мына телефондаңды тәрбие завучына берем, сейфына салып қояды, 25 майда бірақ аласыңдар сосын. Осы бастан дайындал ертең ОБТ-ға айналайын. Ертең ана даму онлайн дегенде ОБТ-дан 120+ балл жинайтын тегін марафон болайын деп жатыр екен Ділдәбаев. Тегін марафон. Соған сен жазып қоям. 2-ақ мың орын бар екен. Ділдәбаев, осы сен басың жасамайды, ә? О, неге? Жаңа анау директордың көзінше. Деп жүрсің, а? Бақ, бір есіктен енесің, 3 есіктен шығасың, кіресің де шығасың. Ол не?